егер бай қаржылық тәуелсіз өмір сүргіңіз келсе, алдыменен кішкентай нәрседен бастаңыздар. Сапалы, жақсы, качественный дейді ғой, іш киім алудан бастаңыздар, нәскиден алуды бастаңыздар, кішігірім заттардан қымбатын алуға тырысыңыздар, сапалы, жақсысын алуға тырысыңыздар. Солай кішкентай нәрседен бастап өзіңізді үлкен ақшаларға үйретесіздер. Бастапқыда қиын болуы мүмкін, жаңағы ақшасына қарап алғыңыз келмейді деген сияқты, бірақ сіз бірінші өзіңізге қиюыңыз керек. Өзіңізге қимасаңыз, өмірде сізге қимайды. Сол үшін бірінші өзімізді үйретуіміз керек. Сонда ғана өмірімізге үлкен ақшалар келеді. Продукт алған кезде де жақсысын, сапалысын алуға тырысыңыздар. Арзан сүт емес, жаңағы қымбатырағын алыңыздар. Сүттің өзін, жаңағы дәмдісін алыңыздар, қымбатырағын алыңыздар. Продуктіден де бастаңыздар. Сөйтіп өзіңіз санаңыз солай үйретесіз. Ол сізге норма болу керек. Норма болған кезде ғана өміріңізге ол келеді. Жоқ, анау қымбат, мынау қымбат деп арзанға қарай жүгіре берсеңіздер, өмір бойы осылай арзан зат алып жүре бересіздер. Бай, қаржылық тәуелсіз, көп ақша тапқыңыз келсе, көп ақша алғыңыз келсе, әлемнің әдемілігін көріп шетелде жүргіңіз келсе, бірінші осындай кішкентай нәрседен өзіңіз үйретіп бастауыңыз керек. Қымбат, арзан деген сөздерді жиі айтпауыңыз керек. Барынша ол сөзді қолдамауға тырысыңыздар. Келіп қалды ма, жаңағыдай ол сөзді алмастыруға тырысыңыздар. Бастапқыда енді бірден болмайды, солай жаймендеп үйрете бересіздер. Санаңыз жаймендеп үйренеді. Негізі айтады ғой, 3 күнде де адам жаңағы жаңа нәрсеге бағытталады, жаңа нәрсеге үйренеді деп. Үйрете беріңіздер өздеріңізді. Қазір мысалға таңда ерте тұрып жүре алмайсыз ба? Қанша уақытта, осы өміріңіз қандай уақыттарда тұрып жүресіз, қандай өміріңіз қандай, сол уақытқа енгізіңіз, сол уақыттың ішіне кіргізіңіз жаңағы пайдалы әдеттерді. Йогамен айналысу, немесе барып жүріп келу, зарядка деген сияқты. Зарядка деген біз заряд алуымыз керек. Бірінші таңғы уақытты өзіңізге құюыңыз керек, өзіңізге арнауыңыз керек. Егер уақытты өзіңізге арнамасаңыз, бастапқы уақытты, ол өміріңізде сіз өміріңізде өзіңіз шоқ сияқты болып жүресіз. Тұра сала бәріне обслуживать етесіз, бәріне көмектесесіз, қызмет жасайсыз бәріне, бірақ өзіңізге жасамайсыз қызметті. Сол үшін бірінші өзіңізді энергияға толтырып, өзіңіздің көңіліңізді көтеріп, өзіңіздің күш-қуатыңызды көбейтіп алып, өзіңізді довольный қылғаннан кейін барып, сіз күшіңіз көп болады, энергияңыз, қуатыңыз көп болады. Сол өзіңізді полный энергияда толған бақытты ана басқаларға да сол махаббатын бере алады, көмектесе алады. Айтады ғой, бірінші көмекті өзіңе бер, сонан кейін барып басқаларға бере аласың деп. Жаңағы самолетті де айтады, бірінші масканы өзіңе тақ, сен күшің болмаса, сен ешкімге көмектесе алмайсың деп. Өміріңізді барынша жақсы сәттерге, жақсы күндерге толтыруға тырысыңыздар. Жаңағы неше түрлі киімді, неше түрлі жаңағы әшекейлерді, дүниені өзіңізбен алып кете алмайсыздар. Құр босқа уақыттарыңыз барлығы соған кетіп жатыр. Жұмыс істейсіз, өзіңізге дым ештеңе қалмайды, бәрін беріп тастайсыздар. Тапқан ақшаңыздан өзіңізге арнап алып қалыңыз. Бірінші кезекте қалғандарын бөліп беріңіз. Өзіңізді қуантыңыз бірінші естелікпенен. Егер Алматыда тұрсаңыз, Алматының көптеген әдемі жерлері бар. Барып қыдырыңыздар. Сол барған жеріңізді, барып көрмеген жеріңізге барсаңыз, жаңағы сіз өзіңіз бақыт сезінесіз, таң қаласыз. Бірінші барған жер адамда есте қалып қалады. Көбірек таң қалуға тырысыңыздар. Адам таң қалған сайын жасарады. Жаңағы жүріп спортпен айналысқан адам, пайдалы тағам жеген адам жасарып, жаңарып, әдемі болып дені сау болады. Сол үшін барынша бәрін бірден жасамасаңыздар да, кішкентайдан бастаңыздар. Кішкентай қадам үлкен жетістікке жеткізеді. Өз өмірлеріңізді қолға алыңыздар. Ешкім келіп сізге көмектесе алмайды. Сіз өзіңізге көмектесе аласыздар. Баршаңызға сәттілік.